Күн жарық болсын тыңдарман. Сіздермен сіз білесіз бе айдары. Бүгін біз тілімізде қате қолданыста жүрген сөздердің дұрыс баламасымен танысамыз. Жас спортшылар небәрі 23 жылдың ішінде талай биіктікті бағындырып үлгерді. Қазақ ұғымында биікке көтеріледі, шыңға шығады, ал жауын қарсыласын бағындырады. Калька тіркес орыс тіліндегі покорил етістігін тікелей аударудың салдары. Сондықтан жасанды тіркес туғызып, калькалауға әуестенбей, осы мағынаны беретін өз тіліміздегі биікке көтерілді, жетістікке жетті, асулардан асты тіркестерін қолданған орынды. Келесі тіркес бойдақ қыз. Бойдақ сөзі үйленбеген, басы бос жігітке қатысты қолданылады. Мысалы, бойдақ жігіт, сүр бойда. Ал қыз бала туралы айтқанда бұл сөз қолданылмайды. Қызға қатысты тұрмысқа шықпаған, тұрмыс құрмаған сөздерін айтқан дұрыс. Келесі, беш бармақ. Қазақтың кәделі ұлттық тағамы етті бешбармақ деп қарапайым сөзбен атау өрескел қате. Бешбармақ атауының астарында ұлттық тағамға құрметтен гөрі 5 саусақпен жеу, 5 саусағын салып жеу деген сырт көздің сыны, жағымсыз мағына басым. Сондықтан сырттан танылған сөзді емес, халықтың өз атауын қолданған дұрыс. Дұрысы ет жеу немесе ет асу. Дем қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.